31 мамыр бүкіл қазақ баласы көкірегін қарс айырып бір сәт күрсінетін күн. Қаскөй саясаттың қанқұйлы қасап қыспағынан қапыда мерт болған қаншама қазақ баласын жоқтайтын күн. Ұрпағымның атар таңы қандай болады деген ұранмен найзаның ұшында, қылыштың жүзінде жүріп, қаншама ата-бабаларымыздың қаны төгілді. Қазақ тарихындағы зарлы кезеңдердің бірі 1928 жылдардан бастау алған репрессия еді. Оның түп тамыры 1925 жылы Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып келген Голощекин. Республиканың саяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайымен танысып, Қазақстанға ұлы қазан революциясының ешқандай ықпалы болмады. Сондықтан мұнда кіші қазан революциясын жасау керек деген теріс қорытындысынан бастау алды. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал харап болып. Қазағым, енді жату жарамасты. Деп қара түнекте жатқан қазақты ояту мақсатында еңбек еткен ұлт серкелеріне жөнсіз жала жабылып, аяусыз атылып, ит жеккенге айдалса, отбасылары да қуғынға ұшырап, лагерлерге қамалды. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарға асып атқаны. Маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылымның иттері үріп қапқаны. Қазақ зиялыларының ішінде ең алғаш болып атылған Жүсіпбек Аймауытов. Ресми деректерге сәйкес, Қазақстанда 103 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшырап, 25 мыңнан астам адам ату жазасына кесілді. Олардың арасында ғалымдар, мәдениет және саясат саласының қайраткерлері, дәрігерлері болды. Репрессия жылдары елімізге 1,5 миллион адам жер аударылды. 1921-1954 жылдар аралығында КСРО-да шамамен 3.777.000 адам қуғын-сүргінге ұшыраған. Оның 642 мыңға жуығы өлім жазасына кесілді. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы 14 сәуірде жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. Ал 1997 жылы еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні болып бекітілді. Ашаршылық қазақ даласында 2 рет болды. 1921-1922 жылдары ұзаққа созылған қарсыз қыс, жауынсыз жаздың салдары ашаршылық нәубетіне әкелді. Ал 1931-1932 жылдар аралығында қара халық ашаршылық нәубетін тағы да тартты. Қазақ даласында қанды қолдардың қасақана жасаған нәубеті қазақтың тең жартысын жойды. 1921 жылдың күзіне қарай Кеңес одағында 20 миллионнан астам адам аштыққа ұшырады. 1932-1933 жылдары ең кемі 2 миллион қазақ аштықтан ажал құшты. Ал аман қалған 200 мың қазақ басқа мемлекеттерге көшіп кетті. Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні қазақ халқы үшін айрықша маңызға ие. Қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз құрбаны болған адамдардың есімдерін мәңгі ұмытпай, оларды әрқашан есте сақтау, өткенге салауат етіп, ақтаңдақтар ақиқатына тереңірек мән беріп, ұғыну бүгінгі ұрпақ парызы.